Қайырлы күн достар, құрметті де сүйікті біздің көрермендер. Бүгін жұма күні қабыл болсын, мүбәрәк болсын. Және де құрметті достар, егер де қатысушыларға сұрақтарыңыз болса, астына қалдырыңыздар, біз сұрақтарға жауап беретін боламыз. Кеттік. Студияда әзірге Айсұлтан ғана. Қалайсыз Айсұлтан? Не ойлап жатсыз? Не ойлап жатсыз? Соны бүгін ойлап жатсыз ба? Бедеп жар жүріпті. Осы Айсұлтан нешінші жылғы деген шығар, енді жыл депті. 2000 білмеймін енді, солай болып тұр ғой енді. Жазбаған ондай. 2000 жылғысыз, толық жасыңыз? 23 жастасыз. Солай достар. Үлкен жігіт е, кішкентай қыз емес. Ой, жігіт емес. Бәрі, наоборот, мөлдір кішкентай қыз деп айтқым келген ғой. Айсұлтан үлкен жігіт, мөлдір кішкентай қыз. Одан екеуінің арасы 1 жас. Осы сұрақ өте көп қойылады. Негізі мөлдірден Айсұлтан кішкентай ма деген сұрақ өте көп қойылады. Айсұлтан 2000, мөлдір 2001. Солай. Бериді, Назым үміткермен таныстықты тоқтатты ма дейді. Оны бүгін біле жатарсыздар. Бүгін демек сіздер ортадасыздар. Таныстықтың қалай болып жатқан барлығын эфирден білесіздер. Солай екен. Мынандай бір сұрақ келіпті, мен таңғалып қалдым. Неге Данияр мен Аяна күнде тікелей прямой эфирде бірге отырады, бір-бірін ұнатып қалған ба дейді ма? Сондай бір сұрақ келіпті. Жоқ, ондай ғой. Кеше бір. Ол қай Данияр? Қазіргі қатысушы Данияр ма? Одан келгенше, ол біз кеше бір шықты эфирде, одан кейін алдыңғы демалыста ғана шыққан болатынбыз, білмейміз ол бір. Бір-біріңізді ұнатып қалған жоқсыздар? Олай аз уақыттың ішінде болмайды ғой. Болмай ма? Бірақ негізі қалай қарастырасыз ба? Қарастырғанда былай айтайыншы, қалай айтасыз? бар ғой енді кішкене гүрілдеп сөйлейді ғой дауысы. Соны естіген күшті. Ойбай. Даусына сынып жүрсіз? Жоқ. Сондай дауысты жігіттер ұнайды? Иә, просто күшті естіледі. Солай екен. Если что, заметкаңызға жазып алыңыздар. Джулия өте керемет қыз. Тәрбиелі, тәртіпті, күшті қыз дейді. Джулияның үміткері бар ма дейді. Ой, рахмет, так приятно. Үміткерім жоқ. Үміткеріңіз жоқ па? Таныстық тоқтап қалды ма? Таныстық тоқтады. Соңғы таныстық себебі ол кісі жарты жылға Италияға ну, я подробности не едіп, сол себептен тоқтаттық. Дос ретінде былай қалайық деген сияқты. Қазір мен үміткерім күтемін. Өзіне сенімді ер азаматтар болса, келіңіздер. Өйткені дайрыққа көп жазады, но где действие? Өздеріңізді жинап келіңіздер. Мен ондай бір ойбай емеспін, там көп ойлайды екен, даже келген мен үміткерлерімді айтады, андай высокомерно болып көрінемін, түрім суық көрінеді. Сен айтады, өмірде вообще басқаша екенсіз деген сияқты. Сол себептен келіңіздер, танысайық, білсейік. Вот, я жду своего принца. Қарапайым. Бір осындай, осы сұрақ болып тұр, білесіз ба? Қандай сұрақ деп ойлайсыз? Білмейсіз ба? Берейді, креслоға жатып аяғын қойып алу не әдет, осы қатысушылар қызы бар, ұлы бар дейді. Білмеймін, енді отырамыз ғой. Кейден ғалып бұлай қойымыз. Болды ма? Өте көп қойылады осы сұрақ. Өте көп қойылады. Неге бүйтіп отырады, неге сөйтіп отырады? Мен солай ыңғайлы болады кейде. Қарап қойсаң, аяғын қойып алсаң әңгіме. Я кейбіреулер. Солай, ыңғайлы екен. Сол үшін бұл сұрақты енді қоймаңыздар, иә? Не болды? Неге сөйлемей отырсыз бүгін? Жоқ, істеген болыңыздар. Сөйлейміз ғой эфир бастасында. Или ойнайын отайын болды. Білмеймін, сол бүгін не то? Ернар бүгін не то? Әлде үміткеріңізбен ренжісіп қалдыңыз ба? Үміткерім. Әлде ғашығыңызды ұмыта алмай қалдыңыз ба? Үміткерім неге кетіп қалды? Әлібей, дейді. Әлібей қасын жыламас солай көрінеді просто дейді. Жоқ, қалана. Өзінің формасы сондай идеальный болғаннан кейін. Ой, шынымен қасыңызды термейсіз. Бүйтіп еще бермейді. Бояйсыз ба? Жоқ, бояйсыз ба дегенде бүйтіп көтеріп бере ма? Стилистер? Көтеріп бүйтіп андай нені түзеп қоямын ғой, болды. Атақандай бояу. Жақыннан көрсетті. Ялып қалған. Сондай. Басқа не жаңағы. Сол басқа қандай сұрақтарыңыз бар?
не қасын жылмайын дейді, енді бізді алдамаған шығар деп ойлаймын енді. Маған да көп адамдар жазып жүрген. Неге қасыңыз осындай түпсі анау мынау деп. Ондай емес. Баяғы мен келгеннен бері сондай просто оның алдында бардак болып тұрды да мен кішкене түзеп қоятын. Солай екен. Аға үміткері көңілінен шығып жатыр ма Сейфулла деп сұрақ белгісін жіберіпті. Әрине көңілінен шығып жатыр. Көңілінен шығып жатқан соң таныстыққа жалғастырылды ше. Және кеше эфирде болған түсініксіз нәрселерді талқылап бір-бірімізді түсінуге тырыстық. Алдағы уақытта ұнап жатыр ма онысын бөлісетін боламын. Әзірге бір қатты ұшқын бар деп айта алмаймын, бірақ өте жақсы адам деп құрметтеймін. Құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бүгін қасиетті жұма мүбәрак болсын, берекелі жақсы күндер болсын бүгін берсе. Бүгін эфирді жіберіп алмаңыздар, 14:30-да арна қосылу болсын. Біз сіздерді күтеміз. Нұр қырғыз баласын қабылдай ма дейді. Я мұсылман болса болды. Келе беріңіздер, күтемін. Қанша жастан бастап қабылдайсың? 25-тен жоғары. Қаншаға дейін? 32 дейін. 32. 25 пен 32 арасындағы қай ұлт болса да ұлты маңызды емес, мұсылман болса болды, иә? Айнұрға келіңіздер, үміткер болып жігіттер күтеді Айнұр сіздер. Ғылымға қатысты сұрақтың бәрі бір сұрақ. Қандай сұрақ деп ойлайсыз? Білмейсіз бе? Білейді, аяулымның сезімі әлі де Ернарға бар ма? Жоқ па? Неге бүгін сіздің де Ернардың да көңіл күйі жоқ? Кеше бірге қайттыңыздар ма? Жолия ханым, мен көр қалдым деп жаңа маған айтып қойды бәрін. Жоқ, ол қалды ғой сол жерде. Үйге қайтып кеттім өзім. Сіздің үміткеріңіз бар ма? Үміткеріңізбен кездестіңіз ба? Жоқ. Неге кездеспедіңіз? Демалыс күндері кездесеміз. Солай екен. Сіз неге шариярмен түскен фотоларды инстадан өшірмегенсіз? Таныстық тоқтаса да? Уақытыңыз болмай жүр ма? Әлде қимай жүрсіз ба? Жоқ, бітті ғой барлығы. Бітті ма барлығы? Просто уақытым болып жүрген жоқ. Жыры бітті ғой десеңізші. Жыры бітті ғой жыры десеңізші. Просто мән бермей жүрмін, бір күні отырамын да өшіріп тастаймын, аямай бәрін. Енді әлі де жібере алмай жүр деп қабылдайық енді, иә? Әйтпесе ашуланған кезде, ренжіп қалған кезде тұрады да барлығын өшіріп тастайды ғой, тіпті таныстық тоқтамай жатыр негізі қыздар, иә? Көп жағдайда. Бірақ сіз өшірмепсіз. Прям қатты ұрыс болған жоқ арамызда, бір жек көріп кететіндей, ондай бетімізді көрмей кететіндей нормально қоштастық. Оның қалауы да менің қалауым да сол болды. Сондықтан арада сыйластық қалды. Сол үшін тіпті өшіретінде ойым жоқ деп қойсаңыз. Өшірем. Солай екен. Біз айтпаса өшірмейді екен. Өзіңізше болыңыз, сізге бір күшті, өзіңізше болатын сұрақ келіпті. Ой, пікір келіпті. Берейді. Ерасыл маған ұнайды, үміткер қабылдай ма дейді. Үміткер қабылдай ма деп тұр ғой, типа. Ұнайды деп тұр ғой ше. Ұнайды дейма, сен де ұнайсың. Саған. Қасында отыр. Үміткер қабылдаймын. Келіңіздер, осындамыз. Сосын сұрақтың бәрі, енді сіз үміткер қабылдайтыныңызға күмән туады да, неге десеңіз, сұрақтың бәрі Аяна мен Ерасылдың арасында бірдеңе бар ма деген сұрақ. Ештеңе жоқ. Аяна екеуміздің арамызда бәрі. Қорықпай келе берсе болады. Қорықпай келе беріңіздер, қыздар. Мен күтіп отырмын ғой. Бір нәрсе болса мен баяғыда айтатын едім да, мысалы. Солай, досыңыз ғой ол сіздің, қарындасыңыз. Қарындасым. Солай екен. Мен сізді ұнатады екен. Мен ұнатсаң кел. Мөлдерге таныстықтан басқа сұрақ қояйын. Негізі сұрақтың бәрі андай. Айсұлтан мен Мөлдір болып тұр. Бейт, Моляның мамандығы қандай мамандықты бітірді шығар негізі? Экономист. Негізі мамандығым сондай. Мүлдем жұмыс жасап көрген жоқпын. Жасап көрді жұмыс ойымда жоқ. Негізі тек шыны керек диплом қажет болды. Тек диплом қажет болды? Мен өзім өнерге түскім келген. Үйдегілер өнерге түсірмеді. Сонымен ондан сөйтіп, бірақ тіпті экономикаға қатысыңыз жоқ, қатысым жоқ. Экономика деген. Бірақ енді бизнес саласына келіп жүрсіз ғой, бір көмегі тиеді шығар. Иә? Бизнес саласында жүрсіз ғой енді? Енді көмегі тиген жоқ. Кейін тимесе қазір жоқ. Оқымадыңыз ба сонда? 2 жыл оқыдым, қалған жылы зауыт. Димаш, неге Димаш осы
слишком жасанды сөйлейді дейді. Ол өтірік ең қарлық. Өтірік пе? Ердегі жақсылап бүгінге бір қараңыздаршы, негізі бір екі жасан адам бар. Ол екеуі мен емес, басқа бір адамдар. Өте шынайы. Өте шынайы. Өмірде де осылай сөйлейсіз? Өмірде де кәдімгі. Жоқ, нәрде деп тұр. Өмірде де сөйтіп сөйлейді. Солай екен. Жасанды емеспін дейді. Кім екенін сіздер эфирде табыңыздар, сосын бізге жазыңыздар, е? Құрметті оқырмандар, тікелей эфирді көру үшін қазір төмендегі сілтемеге өтіңіздер. Бүгін тоқтатса бізбен бірге болыңыздар. Өте қызықты эфир болған жатыр. Жалпы менің ғана емес, сіздердің де көкелеріңізде жүрген бір сұрақты Нұрсұлтан әкеме қойғым келіп отыр. Неге Нұрсұлтан мырзаның көзі көк? Жа мен түсінсем бұйырмасын да, сол кезде нағашылар маған сұрақ қоймайсыздар ма? Яқта бәріне мынадан сұрақ, мынадан сұрақ, мейірімге бүйтіп қарап отырып үмітпен біреу бәлес. Сол кезде сұрамайсыздар ма менен? Жағдай қалай, не қалай деп. Мен бүйтіп пір тұтып айтып жүрмін ғой, міндет сынып атқан жоқ, но мне обидно, ё-ма. Айтып отыр эфирде, нағашыларым менің, нағашыларым қапа болып қалдым, менің қапа болып қалдым. Жүрегіме тиді, қаяуыма дақ түсірді. Ойнамайын. Аянаның сұрағы. Аянаның сұрағыма азанда көзіме зеленка төгіп кетеді, тастайын. Құтыла алмай жүрмін деп қойсаңыз.